Al musulmandарға айтып жатырмын. Көліктің мықтысын міну керек қазір. Мұсылмандар мінсін, бай болсын, мықты болсын. Неге? Өйткені сен ана жолыңда көлікті жөндеп, бұзылып жөндеп тұрғаннан гөрі, сол жерде мықты көлігің болса, екі ортада қанша дінге қызмет қылып қоясың да? Сол үшін міну керек. Байлыққа рұқсат еткен кейбір адамдар айтып жатыр ғой, ойбай мұсылмандар дүние жинама деп айтады, дауға саламасын. Пайғамбар саллаллаху алейхи дұғасын үйреніңіздер. Мына дұғаны үйреніңіздер, балдарыңызға үйретіңіздер. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал фақри вал азабил қабр. Керек десең, Пайғамбар саллаллаху алейхи өзі айтқан, мені кедейліктен сақташы деп. Бір қызығы ғалымдар осы дұғаны тәпсірлеген кезде айтады: Я Алла, мені күпірліктен сақта, пақырлықтан сақта, кедейліктен сақта, және қабір азабынан сақта дейді ғой. Қабір азабы мен күпірлік мейлі, түсінікті. Оның ортасында тұрған кедейліктің ол екеуіне не қатысы бар деген кезде ше айтады: тақыр кедейлік адамды күпірлікке алып барады дейді. Анау жүр ғой нормально, неге бұндай болып қалдың деген сияқты. Тақыр кедейлік адамды күпір сөзге алып барады екен ғой. Соны айтады: мені кедейліктен сақта деп.